Баршаңызға сәлем алейкум. Бүгін осындай өте дәмді меренговый рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жұмыртқаның ақуызы керек, қант және шымшым тұз керек. Құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ақуызын салып, шымшым тұз саламыз да миксердің орташа жылдамдығында миксерлейміз. Жұмыртқаның ақуызы кішкене көпіре бастағанда қантымызды бірнеше бөліктеп немесе осылай қасықтап салып отырамыз және де миксердің жылдамдығын ең жоғарыға қоямыз. Мен миксерімде бір 10-13 минуттай миксерледім. Меренгамыз өз формасын жақсылап ұстайтын сондай меренга болып шығу керек. Міне видеодағыдай. Противеньге пергамент қағазын салып, меренгамызды бетіне жайып саламыз. Қатты баспаймыз, басылып қалмас үшін. 150 градуста қызып тұрған духовкаға меренгамызды саламыз. 40-45 минуттай ұстаймыз 150 градуста. Меренга дайын болғаннан кейін духовканы өшіріп, духовканың есігін ашып қойып, меренганы сол духовкада суытамыз. Ал енді кремін жасаймыз. Мұнда менде творожный сыр және сахарный пудра және сливки керек болады. Творожный сыр мен қант ұнтағын екеуін жақсылап миксерлейміз біріккенше. Содан кейін сливки құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Міне крем дайын болды. Енді рулетті жинаймыз. Рулеттің бетіндегі пергамент қағазын алып тастаймыз. Бетіне крем жағамыз. Рулет сынып кетпесін десеңіз, кремді жақ болғаннан кейін бір 5-7 минуттан кейін рулетті ораймыз. Сонда меренга сынып кетпейді. Рулеттің бетіне кез келген жеміс-жидек салсаңыз болады. Менде малина. Ал енді рулетті ораймыз. Менде видеоға түспепті рулет орағаным. Бірақ міне осылай орап тастаймыз рулетті. Содан кейін екіге бөлсеңіздер болады. Рецепт ұнаса лайк басыңыз. Рахмет.